Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен чашушули тағамын әзірлеу рецептін бөлісемін. Грузин асханасының тағамы. Етті орташа бөліктерге бөліп турап аламыз. Пиязды 4 бөлікке бөліп тураймыз. Бұрышты жолақшалап тураймыз. Сарымсақты ұсақтаймыз. Қызанақты кішкене текшелерге бөліп тураймыз. Кинзаны ұсақтап тураймыз. Қазанды қыздырып, 50 мл май құямыз. Етті салып 5 минут қуырамыз.
Үстіне 2 шай қасық тұз, 2 шай қасық қара бұрыш, 2 шай қасық хмели сунели, 2 шай қасық ащы чили бұрышын салып араластырамыз. Үстіне пиязды салып 3 минуттай қуырамыз. Бұрыш пен қызанақты салып 3 минут қуырамыз. Баяу отта 40 минут бұқтырамыз. Суы азайған жағдайда 100 мл-дай су құямыз. Сарымсақты және кинзаны салып 5 минут бұқтырып, отымызды сөндіреміз. Асымыз дайын, өз қалауымызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.